сұрақтарға дұрыс жауап береміз. Сабақтың басты мақсаты осындай. Енді аталған тақырыбымызды бастамас бұрын біз бірінші психологиялық жақсы көңіл күйімізді жасамыз. Ол үшін ойымыздан сұрамыз бәріміз. Қимылды қайталаймыз бірге. Оң жаққа, сол жаққа. Жаңа сөздерімізді, сөздіктерді тездетіп жазып алайық. Бүгінгі біздің жаңа сөздер қайықпен серуендеу, кататься на лодке суретінде тұр. Екінші сөзіміз балық аулау, ловить рыбу. Үшінші сөзіміз қармақ салу, закидывать удочку, және шолту купаться. Осындай сөздерді тездетіп жазып алайық. Порезкалық секіріс, яғни сөздік кесімі берілгендіктен сөзде жасайық. Бірінші қайықпен сөзде неше буын, сөз қандай екенін айтамыз. Қармақ деген сөзді талдап жүрейікші кәнекей балалар. Неше буын бар? Екі буын бар. Сөзіміз қандай? Жуан. Неге? Бірге. Енді кітаптағы бірінші тапсырмаға қарай бірінші. Тыңда, сұраққа жауап бер дейді. Бізге қазір аудио мұқият тыңдаймыз. Балақай, жаз келді міне алақай. Жаңаяқ жүреміз, балықты да түреміз. Көлден балық сүземіз, жалтылдатып тіземіз. Қадыр Мырзали. Осындай бізге өлең шумағы берілген екен Қадыр Мырзалидің. Енді өлеңді тыңдасақ балалар, сізге сұрақ берді. Өлең не туралы бұл? Өлең жаз туралы екен. Тағы не айтылды? Жазда не істейді екенбіз? Жазда біз жалаңаяқ жүреміз. Дұрыс айтасың, жазда біз жалаңаяқ жүреміз. Тағы да не айтты деген айта ғой? Жүгіреміз, я жазда асық салып ойнап жүгіреміз. Сосын тағы да не істейміз? Айта ғой? Жазда біз балық аулаймыз. Дұрыс айтасың, Айда. Жазда біз көлден, өзеннен балық аулап бәрін бүйтіп тізіп қоямыз, жалпы. Дұрыс айттыңдар. Өте тамаша. Енді әрі қарай топтық жұмыс бізде. Топтық жұмысқа бөліну үшін бізге біз жалпы саяхат бөлім бастадық. Балалар, соның бүгінгі екінші тақырыбы. Жалпы саяхатқа немесе табиғатқа адамдар әртүрлі жерде. Біреу ұшақпен барады, біреу пойызбен барады. Бұл жерде ұшақ билеті бар, сосын пойыз билеті. Ұшақ билеттері мына жақта отырамыз. Бірінші қатарға отыра қойсын, пойыз билеттері ана жақта отырсын.
Қане, тездетіп аламыз балалар, содан бері. Игнатқа да кезек берейік, қанекей. Ұшақ билеті мына жаққа. Ай, ақырын. Ақырын. Қане, шетінен аламыз, шетінен. Ал, тез. Пойыз билеті мына екінші топқа бара ғой. Ал. Екі билет. Так, Алихан, сенде қандай билет? Пойыз билет, мына жаққа. Ұшақ билет, мына жаққа. Әуе билетін алған топ оқысын, жақсын, мына жаққа оқысын. Кеттік, мына жақтан кім оқиды? Ал, сай болды. Ел теңіз жағасында демалды. Теңіз өте әдемі. Жағажайда шатыр қойылды. Тұдық, жақсы, мына жақтан әрі қайда қойбай. Балалар құмнан үй жасады. Күн сайын суға шомылып күнге қыздырындық. Демалыс күнінде өтті. Жақсы. Мәтінді оқыды, екі оқыды. Енді тапсырма мынадай тұр. Сұраққа жауап беру. Сұраққа жауап бергенде біз толық әрі нақты жауап береміз. Енді бұл жерде мен 6 сұрақ құрастырдым. Әрқай топқа бөлінген. Бірінші топқа балалар биыл қайда демалды? Балалар биыл қайда демалды? Теңіз жағасында демалды. Дұрыс айтасыздар, дұрыс па? Екінші топ. Ары қарай екінші сұрақ теңіз қандай? Даяна? Теңіз әдемі. Теңіз әдемі. Дұрыс па? Балалар бірін тексеріп отырайық. Үшінші сұрақ. Жағажайда не құрды балалар? Жағажайда не құрды? Шатыр, балалар, шатыр. Балалар жағажайда шатыр құрды. Енді біз әрбір топтық жұмысты жалғастырамыз балалар. Біз қазір екі топта жұмыс жасап отырмыз. Енді біз үш топқа қайтадан бөліну керекпіз. Ол үшін біз некеде қосымшасын қолданамыз. Қазір үш топқа бөлінеміз. Міне, мына жерде сіздер атты жүздерін жазылған. Енді осы шейіндерді айналдыра отырып, мен сіздерді үш топқа бөліп жүрмін. Бірінші топ. Матвей, Хаир, Жанали, Даяна. Мына жаққа. Тұрамыз орнымыздан. Матвей, Хаир, Жанали, Даяна. Екінші топ. Қызыл шеңбер. Әбілхайыр, Батыр, Аида, Игнат. Игнатқа қайны ма? Ал үшінші топ. Ксения, Ислам, Ильяс, Алихан. Төрт бөлініп балалар. Тақып бауырлар. Қара әңгімелеп айт. Сурет бойынша сөйлем құраймыз. Сұрақтарға жауап береміз. Бірінші топқа бірінші сурет. Балалар қайда барды? Анау тәрелкенің астында қағаз бар, сол қағазға сөйлемдерді жазуға болады. Сөйлем жазамыз. Екінші топқа екінші сурет. Балалар не пісірді? Айда сенің тобың. Балалар не пісірді? Ана қағаз аламыз. Соған сөйлемдерді жазамыз. Үшінші топқа сұрпасы қандай болды? Ислам, жазбатын еді сөзін. Ақылдасамыз, жұмыс жасаймыз, бірге жұмыс жасаймыз. Сұраққа жауап береміз. Балық сұрпасы қандай болды? Дәлін айтамыз. Ал, 2 минуттай уақыт берейін. 2 минуттай уақыт. Так, айтамыз, жұмыс жасаймыз, бірге Даянаға. Даяна жазып отыр, сіздер ой тастайсыздар. Сөйлем жазып отыр. Кімдер жазып отыр? Әбілхайыр жазып отыр. Игнат айтып отырмыз ба? Балалардың ат беруге болады балаларға. Кім не істеп жүр? Не үшін жақсы жұмыс жасап бірге Алихан? Қайда барды? Қайда? Сұраққа жауап беру үшін бір сөйлем құрауға болады, екі сөйлем құрауға болады, өз еріктерінде балалар. Бірінші топтың сұрағы балалар қайда барды? Қандай жауап бердіңіздер? Балалар табиғатқа барды.
Балалар табиғатқа барды немесе табиғатқа шықты деуге болады. Тағы бар ма сөйлем? Арман және Саят. Арман, Саят не істеді олар? Балық аулады. Балық аулауға бара жатыр, иә? Арман, Саят досымен балық аулауға бара жатыр, иә? Жақсы, тағы бар ма сөйлем? Болды ма? Жақсы, екінші топтың сұрағы балалар не пісірді деген сұрақ болған? Жазғы демалыс басталды. Жазғы демалыс басталды, иә, дұрыс айтасың. Балалар балық аулады. Балалар бірінші балық аулады, дұрыс айтасың. Балық Иә? Игнат? Аман. Балық. Арман балық пісіріпті, иә? Сұраққа жауап берді, иә? Арман деп алып тұрмыз, иә? Тағы бар ма бала? Иә, жақсы, өте жақсы. Сөйлемдерің өте жақсы болған. Үшінші сұрақтың топтың сұрағы балық сорпасы қандай болды? Ал, дәмі қандай? Ал? Дәмді ғой, вкусный. Біз бірінші сыныпта жауап бердік. Балық сорпасы қандай болды деп сұрақты жауап қажет жоқ еді. Сендер сұраулы сөйлем қоя аласыңдар, иә? Жауап беру керек еді. Дұрыс түсінбепті. Жақсы, балалар. Қайталаймыз сөздерді. Тез. Енді бізде жұмыс жұптық жұмыс деп аталады. Бұл жерде тапсырмамыздың басты критерийі сөйлемдерден сұраулы сөйлем жасаймыз. Ол үшін мына респективті басшылыққа аламыз. Балалар сөйлемдерді мәнерлеп оқисыңдар жұпта, ол үшін бір балл аласыңдар. Сол сөйлем бойынша екі сұраулы сөйлем құрастырасыңдар, ол үшін 2 балл аласыңдар. Сөйлемге тыныс белгіні қойсаңдар, сұраулы сөйлемнің соңына қандай белгі қойылады? Сұрақ белгісі қойылады, оған 1 балл аласыңдар. Яғни осы жұмыстан бастап бізде бүгінгі күнделікке алатын балымыз есептеліп жатады. Балалар, енді бірінші жұпқа бөлу үшін мына суреттерді алыңдар. Суреттерді аламыз, осы жұпқа бөлу. Суреттерді аламыз, мына жерге келіп. Иә, суретімізді аламыз. Игнаттың жұмысы өзі деп алады. Игнат Таскеледі. Иә, аламыз. Сендерге суреттің жартысы бөлігі ғана берілген. Көтереміз, жығылып аламыз. Суреттің жартысы қайда? Фотоаппараттың жартысы қайда? Ал бар. Екеуі бір тоқтапсыңдар, иә? Ал, сен қайда? Тауым еді? Табын біз. Қайда стражикқа барамыз? Кетір, қалпақ. Қайда барсың шенді? Нүзеге кет. Тағын, жақта кімдер? Арқа қапшығымыз, міне, шықты. Сендер, өзен, табиғатқа қатысты білдер, ал жұптасып алып. Осы үлгі бойынша сендер не істейсіңдер? Сөйлем құрайсыңдар. Міне, мен қазір бөліп тастаймын. Мұндай карточкаға дайындадым. Бір сөйлемнен әр жұпқа. Бірінші жұп болыңдар, екінші жұп болыңдар. Үшінші жұп болыңдар. Бесінші жұп, алтыншы жұп. Міне, сөйлемді оқимыз, астына 2 сұраулы сөйлем құраймыз. Ал, уақыт кетті. Науы сөйлем. Айда, не басын кетті? Олар қайықпен серуендеді. Ал, сұраулы сөйлем, не сұраулы сөйлем? Іс-әрекет, алмастырамыз, іс-әрекет, алмастырамыз. Жақсы. Игнат айтып отыр, қайда жақсы? Қайда? Онда Онда үлкен көл бар, иә? Онда үлкен не бар? Онда үлкен не бар дейді. Дұрыс па, Әбілқайыр сұрағы? Сөйлем бірге оқимыз. Бірге оқимыз. Олар қайықпен Бірге. серуендеді. Олар немен серуендеді? Дұрыс айтасың, бірінші сұрақ. Кімдер қайық
пен серуенде. Дұрыс айтасың. Кімдер қайықпен серуендеді? Так, бірінші топ. Олар қайықпен не істеді дейді. Балалар қараңдаршы. Бұл бізде қалпақ жүгі, иә? 3 сөйлем құралған, 3 сөйлем дұрыс құралған. Сұрақ белгілері бар. Сендер де 4 түймеден алыңдар. Қолында қандай ал? Сөйлемді бірге оқымыз. Балалар көлге Бірге. Вместе, бірге. Балалар көлге шомылды. Сұрақ. Кім көлге шомылды? Кім көлге? Балалар ненің шомылды? Түсінгенім? Балалар ненің шомылды? Ненің бола ма? Көлге, неге, немесе қайда деп қоямыз. Неге? Бұл сұрақты алып тастаймыз. Сендер де 3 сұрақ екен. Тағы да 3 сұрақ сұрапсыңдар. Балалар көлге не істеді? Балалар көлге не істеді, немесе балалар не істеді. Жақсы, сендер де 3 сұрақ болғандықтан 2 баллды беремін. Сұрақ қойылған, сұрақ сөйлемді соқында 4 түймеді. Ал, 3-ші. Ислам, бірге оқыңдар, сөйлемді бірге. Таудан гүл терді. Таудан гүл терді. Қандай болмай сөйлем, е? Қандай гүл? Қайда гүл терді? Қайдан, е? Қайдан. Таудан. Қайдан болады гүл терді, е? Жақсы қарай, таңатқа шыққанда доп ойнаймыз, е? Сергілді сәрінің доппен байланысты болады. Доптың қимылын қайталаймыз. Параққа аты жөнімізді жазамыз. Сіздерге кесте дайындадым, жаңа жұмыс жасаған мәтіндегі сөйлемдерді алып тұрмын. Сол сөйлемдегі дұрыс бұрыстығын анықтау керек. Басты критерийіміз дайыр. Балыққа сосын қараймыз. Дискриптірі әр сөйлемнің дұрыс бұрыстығын анықтап аламыз. Дұрыс дегенге сөйлемдеріңіз дұрыс болса, мына бағанға қоясыздар, белгі, осыны галочка болсын. Дұрыс болса, сөйлем екінші бағанға қоясыздар. Ол үшін сөйлемді мұқият оқу керек балалар. Сөйлем құрастырып көрейікші. Кез келген сөйлем. Қандай сөйлем құрастырайық? Не айта аласың сөйлемді? Балалар Бүгінгі сабақта кері байланыс жасап жүрейік, иә? Өздерің мына жеріне келеміз. Мына жерде біздер көп балықтар жүзіп жүр. Осы балықтарды аулаймыз қазір бөлмеден. Аулап ыдысымызға саламыз, қармақтаймыз. Қалай саламыз? Сары түсті балықтар бар оның үшін. Сабақ сендерге сабақта жақсы жұмыс жасасаңдар, сары балықты аулап, мына ыдысқа саласың. Сен сабақта тырыссаң, жасыл балықты аулап, жасыл ыдысқа саласың. Қолынан тапсырманы орындау келмесе, бір қиналыс болса, қызғылт түсті балықты аулап, мына ыдысқа саласың. Так, ол үшін қайығымыз жүзу керек. Қазір бәрін шығамыз, кет. Сес, жылап. Так, бізде Игнат, осы қайықтың капитаны болсын бүгін, иә? Осы қайықты жүргізеді, қазір қайықты жүзгізіп,
жол бастаушы болады. Ал қазір табиғатта ахуалды жасап жіберейік бірінші. Ал кеттік қайығымыз. Қайық бастап. Игнат бізде жол бастаушы. Қайығымыз әдемі көп жүзеді. Ал жүзеді. Есекті айналдырамыз. Айда, есекті. Иә, қайықты қалай жүргізіп келеді. Ал есектің айда. Сен жүзіп келеді ғой. Ала, қолмен таста.